Наполеон Хилл, Ойланда Байя, 16 тарау, қорқыныштың 6 елесі. Аталмыш философияның аз бөлігін болса да тиімді қолдана білу үшін санаңыз да оған дайын болғаны жөн. Дайындық ісі айта қоярлықтай қиын да емес. Ол жасықтық, күмән және қорқыныш атты үш дұшпан туралы оқудан, оларды талдаудан және оларды түсінуге тырысудан басталады. Алтыншы сезім осы үш жағымсыз құбылыс, тіпті олардың біреуінің өзі санаңызда орын алған кезде жұмыс өркен жая алмайды. Осы зұлым үштіктің мүшелері өте тығыз байланысты. Біреуі бар жерде қалған екеуіне де орын табылады. Жасқаншақтық, қорқыныштың тұқымы. Кітапты оқи отырып осы ережені есіңізде сақтаңыз. Жасқаншақтық әдетте күмәнға айналады. Екеуі қосылса, қорқыныш пайда болады. Үйлесу үрдісі көп жағдайда баяу іске асады. Осы үш жаудың қауіпті болуының себебі де осыдан келіп туады. Олардың пайда болып өсіп өнгенін байқамай да қаласыз. Осы бөлімде жетістік философиясын іске асыруға қажет соңғы нұсқаулықтар сөз болады. Сонымен қатар бұл тарауда көп адамды кедейлікке ұрындырған жағдайлар мен байлықтың қандай да бір түріне қол жеткізгісі келген жандар білуге тез нақты шындық хақында білетін боласыз. Аталмыш тараудың мақсаты оқырман назарын 6 негізгі қорқыныштың себебі мен одан құтылудың әдісіне аудару. Жауымызды жеңу үшін біз оның атын, әдеттерін, өмір сүретін орнын білуіміз керек. Осы жолдарды оқи отырып сіз өзіңізді жан-жақты тексеріп көріңіз. Осылайша 6 қорқыныштың қайсысы сізге тән екенін айқындау оңай болады. Осы жасырын жаулардың алдамшы істеріне алданып қалмаңыз. Кейде олар біздің санамызда орын тебетіндіктен оларды байқау немесе жою өте қиын. Қорқыныш дегеніміз санаңыздың белгілі бір күйі ғана. Сонымен әрбір адамның өмірінде бетпе-бет келетін 6 негізгі қорқынышы бар. Алтауынан да жапа шекпеген адамды ең бақытты адам деуге болады. Оларды кездесу жиілігіне қарай ретімен айтар болсақ мыналар. Бірінші, кедейліктен қорқу. Екінші, сыннан қорқу. Үшінші, аурудан қорқу. Төртінші, баянсыз махаббаттан қорқу. Бесінші, кәріліктен қорқу. Алтыншы, өлімнен қорқу. Аталмыш қорқыныштардың қасында басқалары түкке тұрғысыз. Оларды осы 6 атаудың астына топтастыруға болады. Қорқыныш дегеніміз сананың күйі ғана. Ал адамның санасын бақылауға және оған бағыт-бағдар беруге болады. Адам не нәрсені де ең алдымен ой түрткісі түрінде қабылдайды, сосын ғана басқа нәрсе жасауға кіріседі. Осы сөзден кейін бұдан да маңызы зор сөз ойға келеді. Бұл адамның ой түрткілері. Осы ойлар өз еркімен немесе еріктен тыс орын алса да, сол мезеттей-ақ өзінің физикалық баламасына айналады. Кенеттен пайда болатын ой түрткілері өзінің санасында туған ойлар. Біреудің қаржылық, іскерлік, кәсіби немесе қоғамдық жағдайын дәл біреудің ниеті мен пиғылы арқылы пайда болатын ой түрткілері секілді анықтай алады. Біз мұнда кейбір жандардың неге жолы болғыш болатынын, ал басқа тура сол секілді немесе одан да қабілеті жоғары, дайындығы зор, тәжірибесі мол және өресі биік адамдардың неге сәтсіздікке ұшырайтынын түсінбейтін жандар үшін өзекті фактінің негізін қаламақпыз. Құбылысты былайша түсіндіруге болады. Әрбір адамның өз санасын толық басқаруға қабілеті бар және сол арқылы негізінде әр адам өз санасының есігін өзгенің санасында пайда болған кездейсоқ ой түрткілеріне аша алады. Немесе есігін мықтап жауып, тек өз таңдауындағы ой түрткілерін қабылдай алады. Табиғат адамға тек бір нәрсеге үстемдік жасау сыйын берген. Бұл сыйдың аты ой. Бұл дерек тағы бір қосымша дерекпен бірігеді. Ол адам баласы жасайтын барлық нәрсе ой түрінде басталып, қорқынышты жеңетін қағиданың пайда болуына мүмкіндік береді. Егер барлық ойдың өзінің физикалық баламасына айналуға бейім екендігі рас болса, онда қорқыныш пен кедейлік туралы ойды батылдық және қаржылай тәуелсіздік секілді ұғымдар санасына орныққан адам оп-оңай жеңе алады.